ұбт-да оптика тақырыбына байланысты келетін бір есепке талдау жасап көрейік. Қараңыздар. Бізге айтады, кескінге сипаттама беріңіз дейді. Яғни, мынау біздің кескініміз. Осыған сипаттама беру керек. Бірінші бұл біз білуіміз керек, осы сұрақты ұбт-да сәйкестендіру немесе контекст тапсырмаларына келеді. Қараңыздар, бізде мынау қандай линза дейтін болса, бұл біздегі жинағыш линза. Демек, мынау бізде дене. Бұл бізде дене. Ал мынау біздегі кескін. Демек, денеден бізге линзаға түзуші береміз, және фокустан өтеді. Нәтижесінде осы жердегі пайда болған кескінге сипаттама беру үшін біз не дейміз? Денеге қарағанда кескін астында тұр, төңкерілген деп айтылады. Яғни төңкерілген. Бірінші сипаттама төңкерілген. Екінші сипаттама. Енді қараңыздар, дененің өлшеміне қараған кезде кескіннің өлшемі қандай? Әрине кіші. Демек, кішірейтілген. Кішірейтілген. Үшінші сипаттамасы, енді қараңыздар, шын немесе жалған деген келеді. Біз қалай білеміз шын немесе жалған екендігін? Әрине бұл жердегі кескініміз бізде шын болады. Егер жинағыш линзаның екінші бетінде орналасса, дене шын болады. Демек, шын кескін деп қоямыз. Қараңыздар, біз сіздермен ұбт-да келетін бір есепке талдау жасадық. Әрине сіз үшін пайда болды деген ойдамыз. Өзіңізді сақтап, досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі түсіндірме видеода жолыққанша.